Русалочка. Сіздермен Дисней фильмі астарында жатқан барлық шындықты ашатын боламыз. Кішкентай русалочка туралы білетін барлық ақпараттарды ұмытыңыздар. Ариэль мейірімдіктің символы. Шынында мифтер мен аңыздағы сүйенсек, бұл кішкентай русалочка шын мәнінде сұлулығы мен дауысы махаббатты емес, өлімге әкелетін Сигнейдің ежелгі зұлымдығы, ғажайыптар әлемінде сиқырға толы судың астында Ариэль жалғыз емес еді. Оның біз білетін ешкімге зияны жоқ, және адал серіктесі ретінде білетін достарының астарында жасалған жауыз кейіпкерлер. Себастьян күлкілі қамқол тәлімгер сияқты көрінетін краб. Ол Ариэльдің құпиясын сақтаушы. Оның жұмысы Ариэльдің сұмдық істерін жасырын қалуына көз жеткізу, шындықта бейтаныс адамдарын жасыру. Адал балық Ариэльдің жай ғана дос емес, сыбайласы. Ариэль өзін ашық түстерге және бейкүнә келбетімен назар аударады. Триттің құдіретті патшасы. Ариэльдің әкесі дана билеуші емес, өзінің үйінде өсіп жатқан зұлымдықты, оның қуаты, күші мен биліктің символы, жеңуге тырысатын жалғыз патша. Қызын билеп алған ежелгі қарғысының алдында дәрменсіз. Бұл махаббат пен шытырман оқиғаны табу туралы әңгіме емес, бұл түнекте оранған адасқан жан мен оның артында тұрғандар туралы әңгіме. Әрбір ән өлімге шақыратын Ариэльдің тылсым күші.